Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен ерекше құймақтың рецептімен бөлісемін. Бұл құймақтың ерекшелігі арасы осындай майда-майда тесік болып шығады. Орысша айтқанда ажурный блинчик болады. Егер де сіздердің блинчиктарыңыз осындай шықпай жатқан болса, менің рецептіммен жасап көріңіздер. Құймаққа қажетті заттардың барлығына видеоның астында описание бөліміне жазып қалдырдым. Алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқаны саламыз. 2 немесе 3 ас қасықта қант саламыз. Жарты шай қасық тұз саламыз. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Бір стакан сүт құямыз. Жақсылап араластырамыз. 1 стакан қайнаған су құямыз. Суымыз міндетті түрде қайнаған болу керек, және де ыстық болу керек. 3 ас қасық сұйық май құямыз. Венчикпен жақсылап араластырамыз. 1 стакан ұн саламыз. Араластырамыз. Миксер болса, миксермен араластырсаңыздар да болады. Бірақ ол маңызды емес. Неге біздің массамыз осындай сұйық болып шығады? Табамыз міндетті түрде қызып тұрған болу керек. Қызып тұрған табамызға 1 ас қасық сұйық май құйып, осылай жағып аламыз. Қызып тұрған табамызға аз-аздан осылай сұйықтығымызды құйып, екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Табаларымыз міндетті түрде қызып тұрған болу керек. Сонда біздің құймақтарымыздың арасы осындай майда-майда тесіктер болып шығады. Яғни ажурный блинчик болып шығады. Видео ұнап жатса, лайктарыңыз аямай лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай біздің ерекше құймақтарымыз дайын болды. Арасы майда тесіктер болып шыққан. Жұп-жұқа, жұмсақ, нәзік болып шықты. Сіздерге менің рецептіммен жасап көруге кеңес беремін. Видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген рецепттер болады. Каналымды жоғалтып алмас үшін қоңырауша батырмасын басып кетіңіз.